Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз өте маңызды әрі көпшілігіміз мән бере бермейтін тақырыпты қозғамақпыз. Ол жүрек жеткіліксіздігі. Бұл ауру білдірмей басталып, адам өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Күнделікті күйбең тіршілікте біз денеміздің берген белгілерін елемей жатамыз. Шаршадым деп ойлаймыз, бірақ оның астарында маңызды бір себеп жатуы ықтимал. Жүрек біздің ағзамыздың моторы, сондықтан оның саулығына ерекше көңіл бөлгеніміз жөн. Жүрек жеткіліксіздігі көп жағдайда байқалмайтын, бірақ өте қауіпті ауру. Оның алғашқы белгілері қарапайым шаршауға немесе суық тиюге ұқсас болуы мүмкін. Алайда, уақытында назар аудармаса, салдары ауыр болады. Жүрек қажетті мөлшерде қанды айдай алмаған кезде бүкіл ағза зардап шегеді. Бұл жағдай адамның өмір сүру сапасын айтарлықтай төмендеді. Күнделікті қарапайым әрекеттердің өзі қиындық тудыра бастайды. Сондықтан, денсаулығымызға немқұрайлы қарамай, әрбір өзгеріске мұқият болуымыз қажет. Бұл видеода біз күн сайын елемейтін жүрек жеткіліксіздігінің 13 ерте белгісін қарастырамыз. Мен сіздерге әрбір симптомды жеке-жеке түсіндіріп, олардың неліктен пайда болатынын және қандай жағдайда алаңдау керектігін айтып беремін. Мақсатымыз сіздердің өз денсаулықтарыңызға деген жауапкершілікті арттырып, қауіптің алдын алуға көмектесу. Ендеше назар аударып, ақпаратты мұқият тыңдаңыздар, өйткені бұл сіздің немесе жақындарыңыздың денсаулығы үшін өте маңызды болуы мүмкін. Жүрек қанды тиімді айдай алмағанда, өкпеде сұйықтық жиналып, дем алу қиындайды. Бұл әсіресе физикалық белсенділік кезінде, мысалы баспалдақпен көтерілгенде қатты сезіледі. Жүрек ағзаны оттегімен жеткілікті қамтамасыз ете алмағанда, бұлшықеттерге қуат жетпейді. Нәтижесінде сіз үнемі шаршап, күнделікті қарапайым істерді орындауға да күшіңіз жетпей қалады. Жүрек жұмысының нашарлауы қан айналымын баяулатады. Сұйықтық ағзада әсіресе аяқ, тобық және табан сияқты төменгі бөліктерде жиналып, ісінуді тудырады. Күндіз денеде жиналған артық сұйықтық жатқан кезде бүйрекке қайта сіңіріледі. Бұл түнде бірнеше рет оянып, дәретханаға бару қажеттілігін тудырады. Өкпеде сұйықтықтың жиналуы тыныс жолдарын тітіркендіріп, ұзаққа созылатын құрғақ жөтел немесе сырылды тыныс алуды тудыруы мүмкін. Кейде қызғылт қақырық та байқалады. Ас қорыту жүйесіне қанның аз баруы тәбеттің төмендеуіне немесе тамақтан кейін тоқтық сезімінің тез пайда болуына әкеледі. Жүрек айну сезімі де жиі кездеседі. Жүрек қанды айдау үшін қалыптыдан жиірек немесе қаттырақ соғуға тырысады. Бұл жүрек қағысының жиілеуі немесе ырғағының бұзылуы, яғни аритмия сезімін тудыруы мүмкін. Ағзада сұйықтықтың жиналуына байланысты бірнеше күн ішінде салмағыңыздың 2-3 килограммға дейін артуы мүмкін. Бұл май емес, денедегі артық су. Миға қан мен оттегінің жеткіліксіз баруы кенеттен бас айналуға, әлсіздікке, көздің қарауытуына, тіпті естен танып қалуға дейін әкелуі мүмкін. Бұл белгі әрқашан инфарктты білдірмейді, бірақ жүрекке түскен салмақтың артуынан кеуде тұсында ауырлық, қысым, немесе жайсыздық сезімі пайда болуы мүмкін. Қан айналымының нашарлауынан теріге, әсіресе саусақ ұштары мен ерінге қан аз барады. Бұл терінің бозарып, кейде көкшіл тартуына себеп болады. Жатқан кезде өкпедегі сұйықтық қайта таралып, тыныс алуды одан сайын қиындатады. Сондықтан, демалу үшін бірнеше жастықты пайдаланып, басты биік қойып жатуға тура келеді. Жүрек жеткіліксіздігінің кейбір түрлерінде жүрек соғысы, керісінше баяулап әлсізденуі мүмкін. Бұл ағзаның оттегімен қамтамасыз етілуін одан әрі нашарлатады. Құрметті көрермендер, бүгін біз қарастырған жүрек жеткіліксіздігінің 13 белгісі сіздерге ой салды деп үміттенемін. Бұл симптомдардың әрқайсысы жеке-жеке алғанда қауіпсіз болып көрінуі мүмкін, бірақ олардың бірнешеуі бір уақытта байқалса, бұл елеулі мәселенің хабаршысы болуы ықтимал. Есіңізде болсын,
Денсаулыққа қатысты мәселеде кейінге қалдыруға болмайды. Сіздің денеңіз ең сенімді кеңесшіңіз. Оның берген белгілеріне құлақ асыңыз. Күнделікті шаршауды немесе аяқтың ісінуін жұмыстың көптігіне, немесе ыстық ауа райына сілтей салуға асықпаңыз. Егер осы белгілердің бірін байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Өз бетіңізше диагноз қоюға немесе емделуге тырыспаңыз. Тек білікті маман ғана толық тексеру жүргізіп, дұрыс диагноз қоя алады және қажетті емді тағайындайды. Уақытында басталған ем аурудың асқынуының алдын алып, сіздің өмір сүру сапаңызды сақтап қалады. Денсаулық ең басты байлық, оны ешқандай ақшаға сатып ала алмайсыз. Сондықтан оны күту әрқайсымыздың басты міндетіміз. Денсаулығыңызды қадағалаңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Егер бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк басуды және осы маңызды ақпаратпен жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.